Қалайсыздар, құрметті көпшілік? Күз келді, күн суыды дегендей ғой. Сондай бір күндердің бірінде сіздермен тағы бір сол салт дәстүрлердің бір бөлігімен бөліссем деп едім. Бұл кітаптың ішінде құда жайлы, құда күту жайлы, құдалық жайлы көп дәстүрлердің түрлері бар екен. Құданы шақыру, құдалықты қалай күту жайлы. Соның бізге әбден құлағымызға сіңісті болған нәрсе құйрық бауыр дегенде дәстүр. Оны барлықтарыңыз білесіздер, бірақ сонда да қысқаша айтып өтейін. Құйрық бауыр жедің бе, құда болдым дедің бе деген мәтел бар екен. Бұл құдалық дәстүр рәсімі болғанымен, ұлт салт дәстүрінде орны бөлек жай дейді. Екі жақ келісіп құда болған жағдайда оларға құйрық бауыр салып арнаулы сый әкеледі. Әкелуші әйел бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болыңдар деп тілек білдіреді. Одан барлық құдалар ауыз тиеді. Құйрық бауыр қазақ дәстүрінде құда болудың заңды белгісі, яғни құжат боп бекітілген екен. Құдалық дәстүр және оған сәйкес әдет ғұрыптар әдетте әзіл қалжыңсыз, ойын сауықсыз өтпейтіндігі әркімге белгілі. Сондай-ақ осы құйрық бауыр салтында да қалжың өлеңдер мен қағытпалар да айтылмай қоймайды. Соның біреуі құйрық бауыр асату жыры деп аталады екен. Құда дейсің ау, құйрық бауыр жейсің ау, құйрық бауыр жемесең, несіне құда дейсің ау. Үлкен құда әнекей, кіші құда мінекей, құйрық бауыр асаттым, кәделерің кәнекей. Үлкен құда бас құда, кіші құда жас құда, құйрық бауыр әкелдім, аузыңды аш құда. Үлкен құда ардақтай, кіші құда салмақтай, құйрық бауыр асатсам, тістеп алма бармақтай деген екен. Сөз тауып айтатын жеңгелері, құдашалар, неше түрлі өлең, әзіл қалжыңмен әр елдің талантына қарай ғой, неше құдалықты көріп жүрміз. Қызықты да өтіп жатады, бірақ құйрық бауырсыз мәселе отырыс, жаңағы айтқандай, ол жазылмаған заң сияқты нәрсе. Мақал мәтелдер кітабы көп, бірақ ішінде құдағи жайлы, құдалар жайлы мақалдар аз екен. Көбінесе достық, тәлім тәрбие, үлгі өнеге. Менің есімдегі бір-екі мақалды айтып өтейін. Құдаңа болсаң құйын, балаңа болар қиын деген. Құда болғанша хал жағдайын сұрас, құда болғаннан соң қолда бармен сыйлас деген бар. Құдағи өзіне саймен жарасады, қуырдақ шыжғырған маймен жарасады. Бір қисық әзілкеш біреудің айтқаны болған болуы керек. Ет жемесең жеме, етегіңді жи құдағи деген сөз қалып қалған екен. Жақсы құдаң құрдасындай, құдағиың сырласындай дегенді екінің бірі біледі. Сондықтан да құда болған кісілерге сыйластық қана қалып тұр ғой енді. Қонақ бір қонса құт, екі күн қонса жұт, үшінші күні зыт деген де мақал бар екен. Құйрық бауырдың мәселесі осы. Енді сіздерге қысқаша бір әңгіме, ескі бір кітап, өзі бір мұқабасы жоқ бір сырт, осындай бір кітапша, іші толған бишешендердің әдем әңгімелері, ойға қонатын әзіл шын аралас қысқа әңгімелер. Соның бірі Біржанның қыздан жеңілуі дейді. Сайдалы Тоқаның елінде сөз мәнісін түсінетін, өткен кеткеннен түйіні бар Бәтима деген қыз болады. Біраз уақыт жігіт таңдап отырған қыздың көркіне ақылы сай келіп, Би Бәтима атанады. Сөйлесе
Бәтима сөйлесін дейтін ел қадіріне бөленеді. Сол Бәтиманың бойы өсіп, бұғанасы қатпаған кездерінде Біржан Сал ақын Сарамен айтысып, Сараны жеңіпті деген сөз лезде Сахараға тарап кетеді. Бұл сөзді жас та болса Бәтима да естиді. Айтыстың ішінде әкем Қожақұлбай деген сөз бар екен. Япырай, Біржан неге өтірік айтты екен? Қожақұл келген қонаққа тай түгіл қой да соя алмайтынын ақын Сара білмеген ғой. Сол Біржанға бір кездесем деп ойланып жүреді екен Бәтима. Бір жылы қыз елі қуаңшылықта Нұра өзені бойына, кейде Қараөткелден арасып Атбасарға дейін көшіп қонып жүреді. Бір күні Біржан Сал ел аралап жүріп, кештете бір ауылдың шетіндегі оңашалау үйге жігіттермен түсе қалады. Шақырусыз келген қонақтардың жүріс-тұрысына, киім-киісіне қарап Біржан Сал емес пе екен деген ойда болған Бәтима оны сынамақ болып, мал сойғызбай қатықсыз қара көже пісіріп, әрқайсысына бір аяқтан құйып бере салады. Біржан Сал бірінші болып аяққа ернін тигізер-тигізбестен Бәтиманың өзіне қайтарып беріпті, көжен ішпей. Сонда Бәтима: байлардың жейтін асы жаямен жал, шығады нақ кедейден өзіңдей сал. Жаз аяғы шаруа күйсіз болды, көжеге кекірейме ерніңді мал дегенде Біржан Сал сасып қалып: атандым ақындықпен Біржан серіні күнде думан жүрген жері. Қарындасым Біржанға сөзің өтті, көжеңді молырақ қой, әкел бері деген екен. Бәтима сөзін әрі қарай жалғап: аға, жолаушы болсаңыз да құдай қонақ санамаймын, ағалық сыбағаңызға мал сойылып жатыр. Қонақ болыңыз және ақындық сыбағаңызға ортақтасқаныма ренжімегейсіз деген екен. Міне, бір ауыз сөзбен бірін-бірі тақастырып, теңестіріп, біреу жеңіліп, біреу жеңіп дегендей сөзге тоқтаған ғой бұрынғы қазақтар. Сау саламатта болайық.